Қазақтың брендіне айналған Еуразия барысының батырлары белгілі болды. Қазақстан құрамасы бірінші орынды иеленді. Қазақ хандығының 550 жылдық тойының 3-ші күні барыстар бір-бірімен белдесіп, спорт сүйер көрерменге үлкен сый жасалды. Сондай-ақ сөз өнер айтыстан сайыс өтіп, оның да жеңімпазы анықталды. Қазір бізбен Тараздан тілшіміз Нұрбек Бекбау тікелей байланысқа шығады. Нұрбек, қайырлы кеш. Рахмет Гүлназ, негізі біз тікелей эфирде мынау халықаралық күрес өткен Тараз Арена стадионның ішінде жазбақ болғанбыз, дәл сахнаның жанында. Алайда қазақ жігіттерінің жеңісіне масаттанған жұрт қазір қиқулап бірін-бірі құттықтап жатыр. Сол дабырадан менің даусым сізге естілмеуі мүмкін. Сондықтан міне сыртта эфир жүргізуге мәжбүрміз. Ал ойынға келсек, ойын қызу, қызық, тартысты өтті. Осыдан бірер минут бұрын ғана ақтықсында Қазақстан мен Өзбекстанның палуандары бел ұстасқан болатын. Есеп 5-2 біз жеңдік. Айтпақшы, ұмытып барамыз, осы халықаралық күресті қазақтың арналары ғана емес, шетелдік арналарда тікелей эфирде беріп жатты. Соның бірі ТРК Аваз, түрік арнасы. Ал енді сыртқа оралатын болсақ, міне көріп тұрсыздар, стадионнан жаңа ғана біткен күресті талқылап әңгіме етіп бара жатыр. Жұрт кез келген тоқтатсаң сұхбат беруге әзір. Міне сондай көрерменнің бірін жанымызда ұстап тұрмыз. Нұрсұлтан есімді жігіт. Қалай Нұреке, күрес ұнады ма? Бүгінгі көңіл күй өте керемет. Еуразия барысын тамашалауға арнайы жұмыстан сұранып келіп, азаннан бері міне көріп жатырмыз. Мына Тараз Аренаның ішіндегі көрермендердің эмоциясын жеткізу мүлде мүмкін емес. Жанкүйерлерге мыңда бір алғыс. Қазақ палуандарына міне қайрат, күш-жігер, поддержка беруінің арқасында мына қазақ палуандары бізге мына мерейтойда үлкен жеңіс сыйға тартып отыр. Тағы бір айтып кетер нәрсе, ол мына қазақ күресі мен шетел палуандары айналысып бүгінгі мерейтойда міне додаға түсіп күресіп жатыр. Ол мына қазақ халқының, қазақ елінің мәдениетін мойындаған емес пе? Рахмет. Осындай ұлық мерекені біздер жеңіспен аяқтап отырмыз. Керемет, эйфория көпшілік жұртта. Мынау қазақ күресінің палуандары кешегі батыр бабаларының жеңісін әдемі жалғастырды. Гүлназ, мендегі бары осы. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан Нұрбек Бекбау, ендеше қазақ халқы жеңіс құтты болсын.